Армысыздар, бүгін сіздерге Ерсак компаниясының кофе түрлері бойынша ақпарат беретін боламын. Ең бірінші қара кофеден бастайық. Қара кофенің өзінің екі түрі болады. Ол қандай? Мынау насыщенный вкус, мынау мягкий вкус, яғни жұмсақ түрі. Көрдіңіздер ма, осындай этикеткада айырмашылығы бар. Және оның бағасында тоже айырмашылығы бар. Енді қараңыздар, кофенің қандай қасиеті бар, я? Кофенің ең бастапқы ингредиенттерінің бірі ол моринга мен грейпфрут шөбі. Яғни осы табиғи өнімнің арқасында адам ағзасына қажетті витаминдардың бір тәулігіне керегін алады. Сіз таңғы уақытта кофе ішкеннен кейін сіздің организміңіз уже тойып қалды. Өзіңіз сезесіз, 5-7 күні сіз мысалы обед уақытында бір порция жесеңіз, сіз уже жарты порцияға тойып қаласыз. Сонымен қатар кофе сіздің иммунитетіңізді көтереді, токсиндарыңызды тазалайды, ұйқыңызды реттейді және давлениеңізді реттейді. Кофе тек қана арықтау емес, оның да осындай қасиеттері бар. Енді қараңыз, сіздің ағзаңыз тойып қалғаннан кейін сізде экологиялық түрде, яғни адам ағзасына ешқандай да зиянсыз арықтау процесі басталады. Ең бірінші, егер де сіздің денеңізде ісік болса, ісікті түсіреді, ісік азайғаннан кейін ол арықтауға жұмыс істейді. Кейбір адамдардың отзывы бойынша мен арықтамадым деп жатады. Ол қалайынан? Арықтамаған күннің өзінде сіздің өзіңіздің весіңіз тұрады, яғни салмақ қоспайсыз. Осыны ескеру керек. Енді қараңыздар, кофеда, қара кофенің ішінде 30 тал жүреді, осындай стиктармен болады. Осы стик сумкаға салып жүргенде, қалтаға салғанда өте ыңғайлы. Кофені ішкен кезде, біздің жалпы қай кофені ішкенде де сізге суға деген қажеттілік болады. Ол енді бір сондай қатты су ішіп, күні бойы жаңағы кіші дәретке жүгіресіз деген сөз емес, оның барлығы умеренно жүреді, яғни өзінің бір положенный деңгейінде. Бірақ сіз суды кішкене күндегіден көбірек ішетін боласыз. Ол арқылы сіздің ағзаңыз тазаланып, организміңіз тазарып, токсиндарыңыз шығып жатыр деп оның барлығын қабылдайсыз. Өйткені ол суғайынан. Енді қара кофе 30 тал ішінде екі түрі бар. Вкусына келек, дәмі, яғни дәміне келсек, мысалы, мына жерде насыщенный вкус, ол экспрессоға келтірсек болады, ал жұмсақ түрін оны американоға келтірсек болады. Қара кофеден нәтиже негізінде көбірек болады. Неге? Себебі ол жерде моринга мен грейпфрутның құрамы сәл көбірек. Енді екеуінің бағасында кішкене айырмашылық бар, составтары бірдей. Сіз егер кофені официальный представитель немесе мен арқылы алатын болсаңыз, бір кофеға міндетті түрде сізге бір сыйлық өзіңіз таңдап алатын мүмкіндігіңіз бар. Және Қазақстан бойынша қазпочтамен, каргомен мына теңгеге доставкамен жеткізіледі 5-7 күннің ішінде. Кеттік. Енді келесі кофе туралы. Келесі кофе бізде сүтпен жүреді. Бұл да осындай стиктармен бір қорабың ішінде 20 талдан жүреді. Қараңыздар, жақынырақ көрсетейін, міне. Мұнда айырмашылық мягкий вкус, мынандай наклейкамен болады, бағасы сәл арзанырақ, және насыщенный вкус бағасы сәл жоғарырақ жүреді. Екеуінің де құрамы бірдей, нәтижесі бірдей. Бұл кофені көбінесе жаңағы мен американо капучино іше алмаймын, кофені қатты ішпеймін дейтін адамдар үшін өте жақсы сүтпен және қансыз жүретін табиғи кофелардың бірі. Енді қараңыздар, бұл кофені заказ бергенде сыйлық болады. Дәміне келейік. Жұмсақ түрі, мынандай наклейкасымен, жұмсақ түрі ол латте деп айтсақ болады, латтеға келеді, ал насыщенный түрі ол капучино. Міне осындай біздің сүтпен өте жаңағы атақты кофеларымыз туралы ақпарат осы. Сүтпен де кофе, қара кофе сияқты нәтиже береді. Және де, егер де мұнда 20 талдан жүретін болса 20 күнге, сіз мынандай түрін алуға аласыз. Бұл жерде 350 грамм жүреді. Бұл қасықпен салынатын осы кофенің насыщенный түрі. Бұған да сізге бір сыйлық міндетті түрде жүреді. Бұл экономичный болып келеді. Осы кофе экономичный болып келеді. Келесі кофенің түрі, ол бізде жаңа өнімдердің бірі кофе коллагенмен бірге. Көбінесе бұл коллагенді білеміз, ол жаңағы аяқтың қақсауы, сосын шаш, беттің сұлулығы, тырнақтың сұлулығына жұмыс істейді.
кофенің құрамында бірінші, екінші, үшінші типтегі коллаген бар. Яғни жаңағы сиыр етінен, тауық етінен және балықтан алынған коллагеннің құрамы бар. Сізге бір тәулікке керек коллагенді осы кофе арқылы ала аласыз. Кофе де сіздің иммунитетіңізді көтереді және сіздің басқа да кофелермен бірдей қосымша бұл сұлулыққа жұмыс істейтін кофелердің бірі осы коллаген. Сізге де бір сыйлығымен жүреді. Ал енді келесі кофелердің бірі ол бізде кофе женьшенмен жүреді. Женьшенмен кофе көбінесе жүрек аурулары немесе жүрегі ауруға жақын адамдарға және де тыныс алу жүйесі бұзылған адамдарға және нервный системасы бұзылған адамдарға осы кофе жақсы нәтиже береді. Және де спортсмендерге, ер адамдарға, бір анандай заводтарда климаты қолайсыз жерде жұмыс істейтін адамдарға осы кофе жақсы нәтижесін береді. Женьшен именно иммунитет көтеріп, жақсы деңгейге жеткізіп беретін біздің кофелердің бірі. Бұл да бізде новинка, бір сыйлығымен жүреді. Келесі мака перуанский цикорий растворимый кофе деп аталады. Бұл жерде 350 грамм жүреді. Бұл кофе, яғни цикорий жұмсақ түрінде. Көбінесе кофе ішуге болмайды, немесе бір дәрігерлер рұқсат бермей жатқан кезде осы кофе өте жақсы нәтиже береді. Және де кофе жұмсақ түрінде жүреді, сүтпен жүреді, 350 грамм ұзаққа жетеді. Тамақ жердің алдында 30-40 минут бұрын ішкен абзалырақ. Күніне 2-3 рет ішуге болады. Иммунитет көтереді, токсиндарды тазалайды, сіздің ұйқыңызды реттейді, давлениеңізді реттейді. Және де көбінесе ер адамдарға өте жақсы результат береді. Ер адамдардың денсаулығына жақсы результат береді. Неге? Себебі құрамында мака перуанский бар. Енді қараңыздар, мынандай отзывтар алдық. Кофе ең бірінші отек түсіреді. Сіздің весіңіз өз деңгейіңізде қалады міндетті түрде. Және де бір ер адамдарда болады кішкене мынандай іш. Сол іштердің азайып жатқан отзывтарын өте жақсы алып жатырмыз. Жұмсақ түрінде жүретін біздің керемет кофелердің бірі осы. Оның да қасына сізге бір сыйлық ретінде жүреді. Видеода мен сіздерге қысқаша Ерсак компаниясының кофе түрлерінің барлығымен таныстырып өттім. Описанияда қысқаша ақпарат қалдырам, және өзімнің номер телефонымды қалдырам, Инстаграм парақшамды, Телеграм және де сайтымды қалдырамын. Егер де сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Заказ берем десеңіздер, әрине бір сыйлықпен бірге Қазақстан бойынша доставкамен, қазпоштамен жібере аламыз. Уақыт бөлгендеріңізге рахмет. Күндеріңізге сәттілік.